Күнәға келетін болсақ, үлкен кіші болып бөлінеді. Ал енді үлкен кіші күнәлар ол біздің жаңағы бір жұмадан бір жұма, бір намаз бен бір намаздың арасы, бір умра мен екінші бір умраның арасы, ол кіші күнәларға кафарат болып есептеледі. Ал енді үлкен күнәға келетін болсақ, оның міндетті түрде тәубасы жасалу керек. Яғни күнәні тоқтату керек, өкіну керек, қайта жасамауға бел байлау керек. Осыны тәуба деп айтады. Ал енді Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Инналлаха ла яғфиру ан юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша." Алла өзіне ортақ қосқанды, яғни Аллаға серік қосқанды кешпейді, одан басқа күнәнің барлығын кешеді. Екінші бір аятта Алла Субхана тағала айтады: "Ла тақнату мин рахматилла, инналлаха яғфиру зунуба джамиа." Сендер Алланың рахметінен күдер үзбеңдер дейді. Алла Тағала күнәнің бәрін кешеді дейді. Раббымыз мейірімді, Раббымыз рахымды. Сондықтан Алла Тағала тәубаның есігін күн батыстан шыққанша жаңалқынға келгенше ашып қойған. Алланың бір рақымы пендеге күнә жасаған уақытта жазасын бермеуі. Ал егер күнә жасаған уақытта жазасын бергенде адам баласы күнә жасамай қойған болар еді. Бұл Алланың пендеге берген рақымшылығы, мейірімділігі. Сондықтан Алла Тағала серік қоспаған күнәсінің барлығын өз қалағанынша кешеді. Тек қана пендеде әрекет, Құдайға жүзденіп, жасаған күнәсіне тәуба ету.